Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге жаздың ыстық күнінде тез дайын болатын, осындай дәмді болып шығатын балмұздақтың рецебін дайындаймыз. Ол үшін алдымен бананды осылай видеода көрсетілгендей етіп кесіп, оны 2 сағатқа мұздатқышқа жібереміз. Ыдысымызға салып, осы видеода көрсетілгендей ірі бөліктерге кесіңіз. Блендерімізді дайындап, 2 сағаттан соң оны бананды алып, салып, оны жақсылап араластырамыз. Үстіне сүт құямыз. Екеуін жақсылап блендерде әдемілеп араластырамыз. Өте күшті сұйықтау, кішкене қоюлау массасы пайда болуы тиіс. Ыдысымызға дайындап алған ыдысымызға салып ұсынсаңыздар болады. Бірден ұсынсаңыздар болады, өйткені мұздатқышта банан тұрған соң өзі салқын дайын балмұздақ болып тұрады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.